Сәлем баршаға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай мини пирожнилар дайындау жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды шағып, үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап көпіргенше, 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Қамыздың үстіне 100 мг сүтімізді және де 100 мг сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлейміз. Соңында ұнымызға қопсытқышымызды, какаомызды араластырып, жұмыртқамыздың үстіне салып, біркелкі масса болғанша миксерлеп дайындап аламыз. Ұнымызды осылай бөліп салып, жақсылап миксерлеп алсақ, бисквитіміз өте жақсы көтерілетін болады. Дайын болған массамызды алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Оған бізге сахарный пудра, сливки, творожный сыр үшеуін араластырып, осылай көтергенше жақсылап миксерлеп аламыз. Сливкиіміз мұздай холодильникте тұру керек, немесе 10 минутқа морозильникке салып алсаңыз, өте жақсы көтерілетін болады. Бисквитіміз дайын, толықтай суытып, осындай домалақ формамен кесіп аламыз. Менде бар жоғы 7 штук шықты. Бұдан кішірек болсаңыз 8-9 штук шығу керек.
корждарымызды блендерге салып уақтап аламыз. Егер блендер болмаса, теркіден өткізіп алуға болады. Енді мини пирожныйларымызға сүтпен пропитка жасаймыз. Сосын бізге бір банан қажет болады. Осылай үстіне кесіп алып қойып шығамыз. Банан болмаса, кез келген жемісті пайдалануға болады. Кремдерімізді айналасына осылай жағып аламыз. Бұл пирожныйды дайындап көруге кеңес беремін. Бұл пирожныйлар өте дәмді болып шығады, және де кез келген дастарханның сәнін келтіретіні сөзсіз. Осылай айналасына жағып алып, жаңағы блендерден өткізген крошкілерімізді айналасына осылай жақсылап жағып шығамыз. Бір-бірге етіп осылай жағып аламыз. Ең бетін осылай шоколадты ертіп сәндедім, және де бетіне аралаймыз. Біздің пирожныйларымыз дайын болды. Бұл өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.